Шалхан ертегісі. Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал шалхан отырғызады. Шалхан өп үлкен болып өседі. Бір күні шал шалханды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, бірақ шалханды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпір шалдан, шал шалхананы ұстап, ары тартады, бері тартады, бірақ орнынан қозғата алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалхананы ұстап, ары тартады, бері тартады, тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. Ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқанан ұстап, ары тартады, бері тартады, шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары жылқиды, бері жылқиды, шалқан шықпайды. Мысығы болса тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта ақыры шалқанды суырып шығарады.